жерде бізде D деңгейше деңгейден D элементті іздейміз ме? D элемент ол тек темір, иә. Темірдікі қанша S2 еді? Үшінші периодта орналасқан еді темір. 3-6, 4-8. 4-2, 3-6 да. Сондықтан S және D деңгейшілерде орналасып тұр, иә. Келесі. Электронды конфигурациясы 3s2, 3p5 болатын элемент. Ол бізде хлор. Хлордыкын сутекпен қосылысы кезінде хлор -1 тотығу дәрежесін көрсетеді. H+1, иә. Химиялық тепе-теңдікке әсер етпейді, ол өршітке әсер етпейді. Бұл жылдамдыққа бірақ әсер етеді. Заттардың суда ерігенде немесе балқығанда иондарға ыдырауы, ол бізде диссоциация болды, иә. Стронцийдің валенттік электроны ол екінші топта орналасқандықтан, ода бізде 2 деген валенттік электронға тең. Себебі ол екінші топта орналасқан. Дальше, сұйық күйде кездесетін бейметалл бізде бром. Бром сұйық, да? Фтор газ, хлор газ. Йод қандай еді бізде? Йод. Өзі не түрлі молекулалық түрде ол қатты, иә, йод. Ал не кезінде ол газға ұшырайды, иә. Сразу сұйық күйге айналмай, сразу газ күйге өтеді. Газды да айтамыз, сосын қатты дейміз. Хлор тоже газ ғой, иә? Я, хлор тоже газ. Сутек саны 12 болатын арен, ол бізде қазір каждый жазайық, ортақ бізде ортақ ксилолдікі бізде С8H10 еді. Стирол С8H8, толуы С8, жоқ, С6H5, С6, С7H8. Кумол С9H12, иә. Сонда 12 болатын арен, ол кумол деп табылады. Дальше, молекула құрамында 16 сутек бар, алканның молекулалық массасы деп отыр. Ол бізде С7H16 еді. Оның МРі сонда 84 плюс 16 тең 100 болды, иә. Дальше. 20% ерітінді алу үшін 6 грамын қажетті ерітуге. Масса еріген зат сіңерде 6 грамм. Енді 20% алу үшін біз 24 грамм суды қосамыз, иә. Сол кезде 30 грамм. Сонда массалық үлес 6-ны 30-ға бөлесіңдер, 100-ге көбейтесіңдер. Сол кезде 20% шықты. Немесе керісінше мынаның орнына 20-ны қойып, мына еріген затты X деп қойып шығарсаңдар да болады. Сонда ол былай болады да, 20 тең 6 бөлінген X көбейтілген 100 болады. И осы жерден теңдеуді есептейсіңдер. Сол арқылы да X-ті тауып алып, жаңағыдай алып тастаса болады. Мына жерде 30 шығады, 30-дан 6-ны азайтасыңдар, сол кезде 24 шығады. Еріген зат ерітті деген бар ғой, сол формуласына қоясыңдар ғой. Келесі. Белгісіз алканның ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы, ол МР 3,931, көбейтеміз 29-ға, қанша шықты? 114 шықты, иә. 114, 38H8. Ой, H18. Апай кеше 114 шығарды деңізші, есептеп отырдым, 114 шықты. Потом С8H10 болып қойды ғой. Неге? 16-ны қоссаң, 114 шықпайды ғой. Мұқият Сол кезде солай ойладым. Көміртек диоксиді молекуласындағы пи байланыстың саны деп тұр, мына жерде. Пи байланыстың саны. CO2-де 2 пи байланыс болады, иә, біріншісі сигма, екіншісі пи, сигма, пи. Дальше. Алюминий натрий гидроксиді ерітіндісімен әрекеттесу нәтижесінде түзілген қосылыс. Алюминийге натрий OH-ты қосамыз, и суды қосамыз, иә. Ол кезде натрий алюминий OH4 түзіледі.
Алдына 2 болады неге? 2 натрий, алюминий, OH 4. Мынаның алдына 2 болады, натрийдің алдына 2 болады. Алюминий гидроксид. Алюминийдің алдына 2 нақты 4-теу. Бұл жақта 4-теу болып тұр, жоқ. Алюминийдің алдына 2 болады. Натрийдің алдына 2 болады. Мынау натрий гидроксиалюминаты. Оның іште тура реакция жылдамдығы дейтін болса, значит, тек қана біз нені қарастырамыз? H2O-ны қарастырамыз. Яғни H2O-ның алдындағысы квадраты болады. Ал кері реакция дейтін болсақ, біз мына өнім жақты қарастырамыз. Сонда С жауабы болады. Мына жерде хлорметанға бұл жерде қараңдар. CH4 плюс хлор 2, бұл жерде CH3 хлор плюс H хлор түзіледі. CH3 хлорға егер су қосатын болсаңдар, CHOH и H хлор түзіледі. CHOH-қа егер біз дегидрлесек, HCOH плюс H2 түзіледі. HCOH-қа күміс оксидін аммиакта ерітіндісіне қосатын болса, HCOH и плюс 2 аргентон күміс түзіледі. Яғни күміс айна реакциясы осы жерде болады. Ары қарай. Сілтілік металл әрекеттескен кезде 1,56. Былай істесіңдер. Егер білмейсіздер, осы сілтілік металл қандай екенін, просто қарайсыздар. Бұл жерде мүмкін сіздерге эквивалент деп қояды, бірвалентті дейді, соған су қосамыз дейсіздер да. Егер ойлайсыңдар, бірвалент, егер сілтілік металл деп отырғанымыз бірінші топ элементтер ғой. Бірінші топ элементтерінің гидроксидтер қандай болатын еді? Металл OH болатын еді. А значит, металл OH болады и H2 болады. Ал егер сіздерге эквивалентті дейтін болсаңдар, уже металл OH-тың сыртын екі сөйлейсіңдер. Жақсы ма? Сонда мынау 1,56 болады. Сол кезде айтатсыңдерде 0,448 литр не бөлінді депті. Қараңдар, енді эквивалентті, бірвалентті металл болатын болса, онда біз металл гидроксидінің алдына 2 қоятын едік, да? Мынаның алдына 2 болады. H2-ның алдына 2 болмайды қазір. Металл плюс H2O, металл OH плюс H2. Мынаның алдына 2 қоямыз, мынаның алдына 2 қоямыз. Міндетті түрде теңестіру маңызды. Қазір мысалы 1,56-да 0,448 литр газ бөлінді деп тұр, иә? Мынау 22,4 болса, онда мынау 2х болады. Себебі металл білмейміз қандай екен. Сонда 2х-тан бізден 78 шығады. Одан 39 шығады, значит, ол калий деп табамыз. Келесі. 3,9 грамм көмірсутек жанған кезде мр тең 39 2-ге көбейтеміз. Сутек бойынша тығыздығы. Сол кезде бізде 78 шығады. Ол А варианты, иә. 17-де. Осы 17-де сендерде шықпай айтқан. Қараңдар. Өзі айтып тұр 44,8 литр оттек жұмсалса. Апай, 15-те қай вариант болды? Да. Калий. Енді қараңдар 17-де. Де былай болды, СО менен сутектің қоспасы екеуінікі 34 грамм. Екі қоспа. Жағу үшін 44,8 литр дейді. СО да жанады оттекпен. 2 СО2 түзіп. H2O да жанады. Не бірінші H2O жаздым. Әсін жақты H2O бірінші жаза келем. H2 плюс O2 тең 2 H2O. Яқа 2 қоямыз, СО плюс O2, СО2 дейміз, я? Мынада 2 қоямыз.
Енді қараңдар, мына екеуінікі бізде қанша болады? Мына жерден зат мөлшері 12-ні есептеп аламыз. 44/8-ді 22/14-ке бөлеміз. Енді бұл сонда 2 моль ғой, иә? 2 моль болады. Ал егер оның массалары бойынша теңдеулер жүйесін құратын болсақ, 34 грамм болады. Енді давайте теңдеулер жүйесін құрайық. Бірақ теңдеулер жүйесін массамен құрған кезде, олардың мрларын есептейміз. Мынаны 4x дейміз, мынаны қанша x дейміз? 56y дейміз. Себебі 28 12-ге көбейткенде 56 болады. Енді теңдеулер Апай жүйесін. сутекті 4x деп айтты. Иә. Енді қараңдар, бұл жерде былай болады. X пен мынау 2x қой, иә? Мынау x та. Мынау бізде 2y болып тұр, иә? Мынау y болып тұр. Солай емес пе, да? Менде 2x болды ма осы? Иә, x плюс. Енді мына x пен x-ті қысқартып жүрсеңдер, 2x 2y болмайды ғой, x плюс y болады, да? Ол 2-ге тең болады. Ал енді 4x плюс 56y-дің ол тең нешеге? 34 граммға. Енді осы жерден теңдеулер жүйесін шығарамыз. Мен наған нені көбейттім? 4-ке көбейттім ғой деймін құтылу үшін. Да, солай істедім, кажется. Егер мен мына жерден 4-ке көбейтетін болсам, мынаны керісінше мынау бірінші жазылып көрейік. 4x плюс 56y тең 34. Менде кеше шықты ғой. Мынау 4x плюс 4y тең 8. 56-тан 4 алғанда 52y, 34-тен 8 алғанда 26 болды. Сонда y-те менде 0,5 шықты. Оны көбейттім мен 0,5-ті, y-іммен 0,5-ті көбейтемін 56-ға. 28-ді 34-ке бөлдім. Енді 56 дегеніміз менде CO ғой, да? Y-тікін. Сондықтан мен 0,5-ті 56-ға көбейттім, сонда менде 28 грамм шықты. Енді маған айтты ғой процентпен қанша болады деп, әр газдың үлесі. Мен пока осы Y-тегі CO-ныкін тауып, 28-ді бөлетін болсам, 56-ға, сонда менде қанша шығады? 100-ге көбейтетін болсам. 56 деп тұр ғой, көшім сұрайым, 34 екен ғой. 34-ке бөлем. 34-ке бөлем, 100%-ке көбейтем. Сөзі менде 82-ден 35 шығады. Ол CO-ның несі менде. Енді біреуін тауып алсам, екіншісі басқа ондай вариант жоқ. Мен сразу мынаны не істеймін. Немесе 100%-тен 82-ден 35-ті азайтатын болсам, ол жерде сендерден сутектікі шығады. Главное, біреуін тауып алу біздегі мақсат. Уақытты үнемдеу үшін біреуін тауып алсыңдар. Егер екі вариантта да бірдей жауап болатын болса, онда азайтып жату керек, да? Мына жерде ондай керек жоқ. Всегда естеріңде болсын. Мына жерде мүмкін сендерде қазір 17-ші мен 30 нешінші, 34-те де сондай. Егер сендерде не беріледі, грамм беріле ма, значит, оның мр-мен аласыңдар. Мына жерде қанша бар, сонымен аламыз. 28-бен алып, есептеу шықпай жатпайсыңдар, да? Түсініп ма? Массамен беріп тұрма, все, массамен. Егер ол жерде литр оттек жұмсалды деп тұрса, значит, оның біз зат мөлшерін табамыз. Сонда бірінші теңдеу бізде зат мөлшері бойынша и масса бойынша құрылыпты. Сендерге бұндай есептің талайын шығаруын үйреттім ғой. Неге сендердің осы жерде қате кеткенін түсінген жоқпын. Апай, обычно, типа, митинг ғой мына жерде. Темірдің алдына екі вариант ғой. Интернет үйреніп қалған, типа, сразу 56, 65. Я 56 деп... Не қаптым. 56 Ана жерде просто темірдің алдында коэффициент тұрмайды ғой. Сосын ойлағанмын ғой, типа, элементтің массасын ғана жазамыз. Міндетті түрде теңестірмей сутек пен оттекті қосып. Қалай бар мына жерде бірінші реакциясын жазып аласыңдар. Дәл сол бар немен массаны есептейсіңдер. Қалғанымызға түсінікті ма? Жансая, Әсем, Замира. 18-де
Бізде былай болып тұр, алюминий мен он оксидінің қоспасы дейді. Осыған не қосқан? Калий гидроксидімен қосқан, Енді именно бізде алюминийдің өзі немен әрекет етеді? Натрий гидроксиді судың қатысында ол натрий алюминий O2 түзіледі. Натрий алюминаты дейді, металюминаты демейді. Естерінде болсын, 3H2 мына жаққа 2 қоямыз. Натрийдің алдына тоже жоқ, судың алдына 2 қояды екенбіз. Натрий что-то 2 болмай қалды. Натрий 2. Мына жаққа 2 қойсақ сутектер теңесе ме? 4-еу. 6 болып, теңесіп тұр. Барлығының алдына 2 болып кетті ма сонда? Жоқ. Ой. Жоқ. Алюминий 2O3. Калий гидроксидінің ғой. Мына жерде калий гидроксид екен ғой. Калий гидроксидін қосамыз. Мен неге натрийді қосып? Мне кажется, ол есепке ондай қатты әсер етпеген, сол үшін қосып қойғанмын. Алюминий 2O3 плюс калий OH, бұл жерден калий H2O. O2. Жоқ, алюминий 2O3 пен әрекеттестіріп жатырмын. Анаған су ерітіндісі деп берілмеген ғой. Сосын H2O. Тағы су шықпай ма? Мына жақта 2, 4-еу, мына жақта 2-еу, 5-еу, 4-еу, 5-еу, дұрыс. 27 грамм деп тұр, Бірінші, давайте былай жасайық. 13-те 44 литр деп тұр ғой. Газ бөлінді деп тұр. Жоқ. Газбен бөлінетін бұл емес. Газ бөлінетін алюминий екен. Газ бөлінетін керек бізге. Газ бөлінетін болса, онда бұл жерден калий, алюминий O2 плюс H2. Енді мынаның алдына 2 қоятын болсақ, мынаның алдына да 2 қою керек. Калийдің алдына да 2 қою керек. Онда калийдің 4-те, мына жаққа 2 қоямыз. Дұрыс па? Оттек теңеспей қалды ғой. Дұрыс қой. 4-те, мына жақта 4-те. Сутек 6, Мына 13-те 44 литр. Алюминий X дейміз, мынау 54 дейміз, мынаны. И мынау бізде 67,2 литр, Мынадан қанша шықты бізде? 10,8 шықты. Енді массалық үлесін тап дейтін болсақ, осы 10,8-ді общий 27-ге бөліп. Раз, алюминий, калий гидроксид, тағы соғысы керек пе? Мен просто сусыз реактор жаздым. Сусызын жаздым. Сол кезде қалай шықты деп тұрсың? Сол кезде менде калий 3, алюминий O3 плюс 3H2. Сондай реакция бар. Калий 3, алюминий O3 плюс H2. Бір жердің кітаптан бөлінді. Алдында жазған кестеге жазған жазып. Калий 3, алюминий O3 плюс H2 дегенмен істеген ба? Сен ерітіндісіз істедің ба сонда? Калий 3, алюминий O3 жоқ, ондай реакцияда бар тұр. Бар ма? Ол жерде де 3H2 шығады ғой. 10,8-ді 20-ге бөлеміз. Онда 0,4, ол бізде 40%.
Два жауап болады, да? Дальше. Мына жерде бізде дельта S қанша шықты? Дельта H. Уже есептеп қойған соң қайттан есептеген келмейді екен. Дельта H бізде мына жерде сразу N-2-ге 4-ті көбейтеміз, мынаған 4-ті көбейтеміз жазып алайық. N2-5-ге 2-ні көбейтеміз, мынаған 2-ні көбейтеміз. Мынаған 205-ге оттекке ештеңені көбейтпейсіңдер. Сонда менде дельта H қалай шықты? 19-да 33,8-ді 4-ге көбейттік. Одан азайттық. 220-да 56 шықты. 42-де 68 2. Мынау 100 қанша? 135-те 2 шықты. 200. Мынау плюс болады. Плюс пен минус қатар келіп тұр. 85-те 36. Сол кезде бізде қанша шығады? 220-да 56. 56 шығады. Плюс қой, да? Плюс дельта S ол бізде 240-та 2-ні 4-ге көбейтеміз. Оған қосамыз еще 205-ті. Потом одан азайтамыз. 178-те 24-ті 2-ге көбейткенді азайтамыз. Сол кезде бізде мына жерден 1165-те 96 шығады. Мынадан 356-та 48 шығады. Мына қате болған болса, осыны қарап отырмын, 809-да 48, оны 1000-ға бөлетін болсақ, ол жерде 0,80948 шығады. Енді қараңдар, мына жерде дельта G ол бізде 220-да 56-ны азайту 298, я көбейтеміз 0,809-да 48 килоджоулға айналдырып алғанда. Сонда мына жерден 241-де 22 шығады. Одан азайтатын болсақ, минус 20-да 61 шығады. Ол бізде А жауап болды. Дальше. Мына жерде құрамында көміртектің массалық үлесі деп тұр. Вариантпен істесеңдер болады, немесе бір атомда спирттің формуласы CnH2n1 OH пен қойып істесеңдер де болады. Мына жаққа 68-де 18, мынаны 2n плюс 1, мынаны 17 деп. Бірақ мына жерде теңестіретін ештеңе жоқ, сол үшін вариантпен қарау керекпіз, да? Вариантта бізде C5H11OH не болады? Мына жерде 60, 60-ты бөлеміз. Қанша болды оның өмірі? 60-ты бөлеміз 88, да? Сонда болады ол 68,118 деген процентке тең болады. Бізге соны тап деп тұр. Қай спирт осы көміртектің проценті 68,18 болады деді. Келесі. Мына металдық қасиеті жоғары элемент, ол бізде 6-шы периодта болды, жоғарыдан төмен қарай ең жоғарысы, мысалы, цезий еді, Франция. Ең несі? Металдық қасиеті жоғарысы. Металдық қасиеті жоғары элемент, ол бізде фтор. Дальше. Мынау қышқылдық қасиеті тек артады болады. Себебі қараңдар, тотықтырғыш қасиеті деген. Мына жерде плюс 2, плюс 3, плюс 6 көріп отырсыңдар ма? Тотықтырғыш қасиеті артып тұр. Егер оның енді сендерде тағы бір сұрақ болуы мүмкін, қышқылдық қасиеті арта ма, әлде негіздік қасиет? Мына жақта негіздік болады, мынау эквивалентісі негіздік. Мынау уже қышқылдық болады. Сонда бұл жерде қышқылдық қасиеті артады болады, да, егер қасиеті бойынша айтатын болсақ. Негіздік қасиетіне бізде хромның оксиді и хромның гидроксиді кіреді. Мына жақта. Сосын, ал екі дайлыға бізде хром 2O3 жатады. Екі дайлы. Хром O3 ол бізде қышқылдық. Мынау бізде негіздік, иә. Ары қарай, атомдық массасы 137-ге тең. Баридікі, иә. Баридың хлориді H2S4-пен әрекеттескен.
номері 17-ге тең ол хлор, H экісі 4-ке қосамыз, барийдің ісі 4 түзіледі, и плюс H хлор түзіледі. Тұнба деп отырған осы. Мына 41,6 граммда дейді. Бөлеміз, барий сульфатын тауып аламыз бұл жерде. Мынау 208 мр, а мынау 233. Осы жерден 46-да 6 шығады. Енді 75%-ін табатын болсақ, бізде 46-да 5, 46-да 65-ті керісінше 46-да 65-ті 100 деп есептеп, деп есептейміз да, 75% X дейміз. Ол кезде бізде шығады 34,95%. Ол бізде С жауабына сәйкес келеді. Келесі. Белгісіз эквивалентті металл деді. Сонымен әрекеттескенде деп тұрды. Бұл жерде біз барийдің оксидін қойдық, я. Мысалы, былай істейміз, белгісіз эквивалентті металл оксиді ғой, сонымен әрекеттескен кезде бізде металдың гидроксиді түзіледі. Айтады, 342 грамм өнім алынды дейді, 306 грамм белгісіз металл жанған кезде. 306-да бізде сутекпен 342. Енді мына жерде X дейміз да, металды, мынаны 16 дейміз. Мынаны тоже X плюс 34 деп қарастырсақ болады. Үстіп алып, екі жақтан X-ті тауып алсақ болады. 306 X болады, 306-ға 34-ті көбейтіп есептек 10.404 болады екен. Оны теңестіреміз, 342 X плюс 342-ні 16-ға көбейтеміз, да? 5472 болады. Мынаны енді 306-тан 342-ні азайтқанда қанша болады? 36X болады. 5472-ге 10.404-ті азайтқанда 4932 болады. 4932-ні 36-ға бөлген кезде 137 шығады. Значит, ол барий деп табамыз. Осылай есептесін, қайсысын вариантпен кажден қойып отырмай, осылай есептеп алсаңдар болады. Келесі. Тұрақты изотоптар бізде ол примерно біз оны В дедік и Е дедік, я. Маған келмейді. Анионды кешенді қосылыстар ол бізде С болды. И F болды. 28-де магний гидрокарбонаты болады. Гидрокизаты. X-аты калий гидрокарбонаты болады. Мына жерде сыртқы электрондық қабатқа сәйкес келмейтін, ол В менен қайсысы болды? Да болды, я. Осыны түсіне алдық па, басқамыз? Бұны тек Дамир айтты, қалай екен түсіндік па? Примерно бірақ қатты түсінбедім ше.
Мына жерде былай айтып тұр ғой, қараңдар, оттектікі 16 ғой да? Ой, оттектікі 8 ғой. Мынаның үстіне минус 2 не үшін тұр? Значит, 8-ден 2-ні азайтқанда оның несі 6-шы топта тұр ғой. Мына 8 азайту 2. 6-ға сәйкес келеді ғой. Түсініп отырсыңдар ма? Мынанікі де бізде, мына хлордікі де бізде келеді. Мысалы, хлордікі 17, да? Ой, 7-ші топ электроны. Ол біреуін азайтып тастасақ, өзінің 7 хлор минус деп тұр ма? Хлордікі бізде 5-ші топта орналасып тұр. Қазір. Хлордікі кемел ма? Хлор минус оттектікі. С0 хлор. Хлордікі 7-ші топта орналасқан. Күкірттікі минус 2, да? Күкірт келіп тұр. Мына жерде бром. Ол минус тепті. Мына жақта күкірт хлор, бром. Вменен, вменен. Он 29-шісі ма? Вменен болады. Оттектікпен күкірттікін түсініп тұрмын. Хлор мен бромдікі бізде хлор электрондық, сыртқы электрондық қабатты. Бұзда 2 болады. Сосын, неше болады бұл? Хлорға дейін неше? 2, 8, 7. Ең соңғы аяқталған қабаты? 8, 7. 7 ғой. Кетіп тұр ғой, неге келмей тұр деп өтсін. Бромдікін қарастырсандар. 2, 8. Ол бірақ минус болып тұр ғой, бір электрон беріп сайды емес. 2, 8, 3, 5 ғой. Жоғал болады. 2, 8, 7. Ровно то же самое 7-мен бітеді. Оттектікі 2, 8, мынау 6 болып тұр, я? Ой, хлордікі неліктен 2, 8, 7 деп атсынар? 2, 8, 5 қой. Сыртқы электронды қабатында 5 электрон бар. 15, 3s2. 17-ші деп. 17-ші. Жоқ, 5-ші П электрон сыртқы электрон қабатқа сәйкес келетін. Аяқталған қабатқа сәйкес келеді. Аяқталған қабатқа дейді. Егер 5-пен келсе де, бірақ ол 7-ші топта тұр ғой. Хорошо. 7-ші период. Аяқталған қабатқа сәйкес келетін талдар. Хлор 5, хлор 7. Аяқталған қабатқа сәйкес келетін. Сыртқы электрондық қабат, аяқталған қабатқа сәйкес. Аяқталған қабат бізде оттектікі. Дұрыс. Аяқталған қабат 8 емес па бізде? Мына оттек пен күкірт 6-да орналасып тұр. Ол минус 2 болатын болса, ол 8-ші қабатқа болады. Керісінше алынбайды, қосылады. Мынау 7-де тұр. Оның аяқталған қабаты мынау минус қой. Ол бір электрон не істеп алмай ма? Қосып алмай. Сосын қайттан ол 8-ге айналады. Бром да тоже солай 8-ге айналады. Мынау 7-ші топта тұр, мыналар 6-да тұр. Мынаған 2 электрон, себебі минус 2 деп тұр. А мынаған 1 электрон. Сонда аяқталған қабат 8-ге сәйкес келмей ма? Түсініп тұрсыңдар ма енді? Жоқ. Міне оттектің ең соңғы қабаты Жоқ, бром мен хлорды 2,8 6-мен, 2,8 6-мен. Енді оның минус 2 болып тұрған соң, ол не істейді? Қосылады плюс 2. Сонда ол 8 аяқталған қабатпен сәйкес келеді. Ал хлордікі ол 7 ғой, 2,8 7.
Аяқталған қабат иә, үстінде -1 тұр. Ол бір электронды қосып алады. Сонда ол қайттан сол аяқталған қабат 8-ге айналады. Сондықтан хлордың үстінде минус тұр. Мыналар не үшін болмайды? Себебі фосфор 0 плюс 5 деп тұр ол. Мынау хлор -1. Ол өзі 7-ші топта орналасқан сыртқы электронды қабатында 7 электрон бар. Аяқталған қабатқа сай келеді, ол не істейді қай уақытта, когда бір электронды қосып алған кезде. Мен айтатын едім ғой, үстінде минус болатын болса қосып алады, ал плюс болатын болса, онда біз электронды алып тастаймыз минус деп. Мысалы, натрий немесе бары 2 плюс болатын болса, одан біз алып тастайтын едік. Минус болған кезде оны біз не істейміз, керісінше қосамыз. Мыналар да сәйкес келмейді мына жерде. Тек Д менен В сәйкес келеді. Себебі мынау 7-ші топта орналасып тұр, оған бір электрон керек. Сонда ол аяқталған 8-ші қабат болады. Енді түсінікті ма? NO-ның квадраты дейміз, и O2-ның көбейтеміз. Ал екіншісінде SO2-ның квадраты и O2-ның квадраты. Мынау кинетикалық теңдеуі, тек нелерді, реагенттердің көбейтіндісін аламыз. Сонда бізде қайсы болды? Мынау болды. Сосын NO-ның квадраты деген болды. В болды, Келесі, фосфор оксиді әрекеттесетін заттар. Кітапта фосфор оксиді бізде немен әрекеттеседі? Кальций Омен әрекеттеседі. Кальций 3 4 кеселінген шығады. Потом P2O5 бізде немен әрекеттеседі? H2Oмен әрекеттеседі. H3O4 түсіледі бұл кезде. Мен теңестіріп жатқан жоқпын, тек қана әрекеттесетін көрсетіп жатыр. Мынау F, мынау бізде С, Сосын P2O5 ол немен әрекеттесіп тұрады? Фосформен әрекеттеседі. P2O5 натрий гидроксидімен әрекеттеседі. Не түсіледі ол кезде? Натрийдің фосфаты, и су түсіледі. Онда SDF деген 3 жауап болады. Ары қарай. Бұл жерде интернетте қарап, SO3-ті қосып жүрмеңдер. Интернетте айта беретсе, интернеттен қараған болып тұрсын, онда, значит, таза біліммен алмай тұрсын. 30 балды, Ерасыл, сен интернетте қараған болса, таза балың 30 бал емес. Қиналған кезде интернетте қарай салсаңдар, осы жерде ОБТ-да көмектеспейді, себебі ОБТ-да қанша қиналсаңдар да ешкім сендерге сотқа бермейді ғой. Сол үшін өздерінің честно балдарына үйреніңдер. 34, мына жерде бізде Пикрин қышқылының массасын сұрады. Бізде ол жерде 34-те хорошо. 229-да 7 атом оттек болады, Пикрин қышқылының екінші атауы қандай? Бізде нитрофенол, бұның екінші атауы 3 нитрофенол. Яғни бізде 3 несінде нитротоп орналасқан, NO2, 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 ең жақта OH. Сонда бізде C6H5 OH қой негізі фенолдың формуласы. Сол жерде үшеуі орналасқан соң C6H6, H2, NO2 үшеселенген и OH болады. Енді бұның MR-ін есептейтін болсаңдар, сендерде қанша болады?
есептейсің бе, сол кезде 229 грамм моль болады. И 7 атом оттек бар, иә, бұл жерде. Міне, мына жерде оттек 6, мынамен біреумен 7. Вообще 7 атом оттек. Атом мен молекуланың айырмашылығын білеміз ғой, егер мына жерде 3 атом оттек деп тұруы да мүмкін, да, мысалы, кейбір неде. Мына жерде енді қасында оттек болмаса, 3 молекула. 2 атом бір кетті, 1 молекуланы құрайды. Келесі. 33-те. Мына жерде бізде бейтарап ортаны көрсету керек. Себебі pH тең 7-ге деген сөз. Енді мына жерден түзілген заттардың тұздардың нелерін қараймыз. Калий 2С, калий OH пен H2S-тен құралған. Бұл күшті негіз ыңғайсыз қышқыл. Значит, бұл вариант келмейді екен. Бізге pH 7 болу үшін күшті негізбен күшті қышқылдан құралу керек дейміз. Калий хлордікі. Калий OH, H хлор. Ол күшті негізбен күшті қышқылдан құралған. Значит, бұл вариантта орта бейтарап болады. Одан кейін феррум S4-те феррум OH екі еселенген. Ол әлсіз негіз, H2S4 күшті қышқыл. Орта бұл жерде қышқылдық болып кетеді. Мынада орта негіздік болады. Сондықтан бұл жерде pH-тың мәні 7-ден үлкен, мынада pH-тың мәні 7-ден кіші. Магний хлор 2-де, магний OH тоже күшті әлсіз негіз, H хлор күшті қышқыл. Бұл болмай. Литий 2S4 түзіледі мынада. Литий OH, H2S4. Екеуі де күшті негіз, күшті қышқыл. Сондықтан орта бейтарап, яғни pH тең 7-ге деген. Сондықтан Е жауабы болады. Мынада алюминий 2S4 үш еселенген. Бұл жерде болмайды, себебі алюминийдің гидроксиді бізде әлсіз негіз, H2S4 күшті қышқыл. Мынадан қате жіберген болсаңдар, pH бұл жерде 7-ден кіші, қышқылдық орта көрсетеді. Сонда жауап В менен Е тек қана. Япайт. Келесі. Күкірттің қосылыстары түсінікті. Сульфид болады, сульфат болады. Метан мен көміртек 35-ші есепте есептейміз. Қараңдар, метан мен көміртектікі 35. Ана метан и көміртек, я? Осы екеуі 10 литр. Осыған 8 литр оттек жұмсалған, чтобы жағу үшін. Енді жақ деді ғой, өзі не айтып тұр, соны орындаймыз. Жақ деді, біріншісі біз CO-ны жағатын болсақ оттекке. 2 CO2 түзіледі. Метанды жағатын болсақ оттекке CO2 мен H2O түзіледі. Мына жерде теңестіреміз, судың алдына 2 қоямыз. Оттектің алдына 2 тұр, қалғаны тең. Енді бұл жерде давайте өзіміз шығарайық. Алдына 2 қоямыз, CO-ның алдында да 2 тұрады. Енді теңестіріп алдық. Мынау 8 литр оттек жұмсалса деп тұр. Осы жерден сразу осы 8 литрді 22,4-ге көбейту арқылы оның зат мөлшері 0,5 моль, 0,35 моль екенін тауып аламыз. Дұрыс па, да? Қайттан есептеп жіберейін, 8-ді 22-ге бөлеміз. 0,35 шықты. Шықты ма бәрінде? Енді теңдеулер жүйесін мен қазір құрып беремін. Бірінші теңдеулер жүйесі зат несі бойынша құрылады, оттек жұмсалған оттек бойынша. Мынау X болса, мынау 2Y болады. Мынау 2X, а мынау Y. Сонда реакция былай, теңдеулер жүйесі былай болады. X плюс 2Y тең 0,35 болады. 2X плюс Y деген. Дұрыс, X плюс Y болады. Қазір біз оттекпен құрып жатырмыз ғой, 0,35 болады. Енді екінші бізде қалай құрылады? Екінші 10 литрді айтайықшы осыны. Апай. Я. Ана біріне 0,5 болмай ма?
бөлбес x болуы, там бөлеміз бір бөлінген екі. Нені? Обычно, типа, сутек шығады ғой, қазір бес өзі алдындағы коэффициентпен бастапқы элементтің коэффициентпен бөлішіп қой. Ол жақта x-ті бірден екіні бөлмейміз ғой деген. Нені, қайсысына нені бөлеміз? Айтқан түсініп тұрған жоқпын. Жарайды, апай. Ау? Ештеңе, апай, ештеңе. Мына жерде түсініп тұрған жоқсың ба? X деп отырғаным, қазір біз бар ғой, екі теңдеу құрамыз, ол бірінші берілген бойынша оттектің көлемі бойынша. Екінші құрылады ол газдардың көлемі бойынша. Газдардың көлемі бойынша құрылған кезде, мына жерде алдында 2 деген коэффициент тұр, значит, бұлардың массасын есептемейміз. Егер мынау граммен берілетін болса, жаңағы 17-ші есеп сияқты 34 грамм деп. Онда біз мыналардың 28-ге көбейтіп 56x деп жазатын едік. Но мына жерде біз жазамыз олардың көлемдері бойынша. Яғни қалыпты жағдайдағы 22,4-ті қолдану арқылы. Но мынаның алдында бізде 2 деген коэффициент бар. Сол үшін біз мына жерде жазамыз оны 44,8 деп. Ал мынаны 22,4 y деп. Яғни мынаны 44,8x. Ал мынау 22,4 y. Себебі мынауында коэффициент жоқ қой. Осыны тең 12 дейміз. Енді осы теңдеулер жүйесін шығарыңыз. Шығарамыз, өзіміз, мен шығарып бермеймін. Пока сендер болыңдар, есептеп. Апай үстіңгі қатарға x плюс 2 y болыңыз, иә? Иә. Біріншісін 44,8-ге көбейтіп көріңдер, сол x-тен құтыла алмай екенсіңдер. Нөл 35-ті 44,8-ге көбейтсе қанша шығады? 16 шығады ма? Одан 44,8x плюс 22,4y шықты. Тек 10 шықты. Енді x-тар жойылып кетті. Апай, шығармайын деп отыр едіңіз. Мен уже терпением жетпей тұр ғой, кәдімгідей. 89-ті 6-дан 22,14-ті алған кезде көп сан шығып кетіп тұр да мына жерде. Подожди. 11.2-ге көбейте салдым. Я 11,8-ге көбейтетін болсақ, x-тар жойылмайды, y-тар жояйын деп тұрсың ба? Иә. Хорошо. Давайте. X тең 0.18 шықты. 178 шығады, иә? Бұлат мөлшер қанша шықты? 0.18. Неше 8? 18? Ал 18, иә. Иә. Мына жерде y. Ал y бізде 0.8 шықты. Жоқ, сен жоқ, біреуін тапсаң, оның процентін таба салсайшы, екіншісін таба салсайшы. Мына жерден 11,2-ге көбейттіңдер. Y-тарын жою үшін 80.64%.
Аны 11,2 көбейтсек, біріншісі қанша шықты? 11,2 x плюс 22,14 y болды ма? 0,35-ті 11,2 көбейткенде қанша болды? Үш точка тоқсан. Ол 4 болады ғой енді. Оны негізі 0,35-тің артында зат бар негізі. 0,35-те бірдеңе ғой негізі. Мына жерде жазып қою керек. Что 0,35. Артында жеті бар апай. Жеті бар. Сонда 4 болады ма? Мынау 44,8 плюс 22,14 y тең 10. Мынаны азайтып тастасақ, номинал кетеді да 33,6 x болады. Мынадан 6 шығады. X-тан қанша шығады сонда? 0,18. 18 шығады. Енді қараңдар, 18-ді x-тің нешесіне көбейтеміз? Газдардың көлемдік үлестерін көбейтетін болсақ, мр-не көбейтіп қойып жүрмеңдер. Көлемдік деп сұрап тұр. Значит, нешеге көбейтеміз? X ол бізде не еді? 44,8-ге көбейтеміз, а? СО еді ғой да? 0. Онда 8 шығады, мынадан. Сонда 8-ді общий 10-ға бөліп тастасаңдар, көлемдік үлесін табасыңдар ғой СО-ныкін. Сонда 100%-ке көбейткенде 0,8 шығады. Енді біреу 0,8 болатын болса, екіншісі 0,2 ғой. Болды. Осылай есептеп алғанда, сендер уже давно 35-ші есеп шығып, 2 балдарында алатын ендер. 2 бал минус 17-ші есептен тағы да 1 бал минус, сонымен қанша 3 бал минус кетіп тұрды. Хотя бы 40-тан асырсаңдар ғой, мен күнделікті сендерге 40-қа жету үшін, 40-тан асыру үшін. Қоспадан білмеймін, қоспадан вообще проблема болмау керек. Қоспаның ең оңай жолын сендер үйретіп отырмын. Вообще кейбір нелерде, курстарда кәдімгідей 8 литрді 22,4-ге бөлмейді. Осы 8 литрмен есептейді. Ол кезде вообще көп сан шығып кетеді. 8 литрмен қоятын болса, олар алады да мына жақтың барлығын жаңағы литрмен алады ғой, қалыпты жағдайда. Содан кейін барып осы жерден қысқартады, бірделер келеді ғой, 22,14, 44,8. Сосын үсті мен астын қысқартады бірінші теңдеумен, екінші теңдеуді. Содан кейін барып үшінші теңдеуде осылай қысқартылған түрін қойып қояды. Мысалы, мына жерде 11,2 44,8 x-ті қысқарып тастайды да. Мынада x плюс y деген, мынада мысалы 44,8 4 рет бар ғой 11,2. Астында 4x. Содан кейін барып уже теңдеулеу жүйесін шығарады. Мынау сендерге өте оңай жол ғой, сразу 22,4-ге бөліп, зат мөлшерін есептеп алған. Всегда осындай бір подсказка береді сендерге, оттектікін, сутектікін, немесе түсірген заттың хотя бы тұнбаның сендерге массасын беріп тұрса да, ол жерде уже ойлаңдар. А значит, мен мысалы барий сульфаты тұнбама, мен соның 233 деген мр-не бөліп тастайын. Сөйтіп зат мөлшерін табам. Сосын жаңа бастапқыдағы мендегі қоспаның массасы бар ғой, ол бойынша мен не сұрап тұр? Литр ма? Значит, мен қалыпты жағдайдағы 22,4-ті көбейтемін. Егер масса ма, мен массасын алам. Каждый газдың немесе сол заттың массасын алам деп. Тұз болатын болса, соның массасын алам деп. Содан кейін барып осыны теңестіремін. Бір теңдеулер жүйесін құрбасаңдар, ары қарай x пен y-ті тауып кете бересіңдер. Болды, енді қазір бір уақытта тапсырғанымыз дұрыс та, алдын ала бермеймін сендерге. Хорошо? Или берем ба? Каждый оқушы өзі тапсырған дұрыс еді негізі. Мен қазір білмей отырмын, потому что бізде даже да осындай неде программадан қалып жатқан оқушылар бар. Сабаққа қатыспай жүрген оқушылар бар. Былай жасаймыз. Апай, енді оны тапсыруға тырысып көрейін. Сенде төртінші вариант ашылама, соны маған айтып жер, хабарын, егер сенде төртінші вариант емес, жаңа біз істеп қойған вариант болатын болса, онда новый вариантты не істеуге тура келеді. Алуға тура келеді бізге. Істеп қойған вариантты ұмытып салсам, ұят болады. Хорошо? Мына жерде Керек. Жансая перизат
новый вариантта аламыз да, ой, тест центрға кіреміз да, новый вариантты тапсырамыз. Сма? Ол сендерде дәл келмейді. Мысалы, айта тұрмын ғой, міне 26-дан бастап 35-ті қара. Бір мына жерге істеп, міне 26 мен істе 26-да мысалы изотоптар келетін болса, немесе басқа сұрақ келетін болса, басқа вариант келеді. Кешенді қосыстардың сенің вариантыңда катионды деп келуі мүмкін. Мына жерде аниондығын сұрап тұр да, мысалы. X, Y заттары басқа зат болады. Апай, изотоптарды бір рет көрсетші. Ал? Изотоптарды бір рет көрсетші. Алтын сұрақ. Изотоптарда айтты ғой. Все. Сендерге көз алдарында 40-тан жоғары алуға болады мүмкін. Вроде мына жерде 40-тан возможно деп отырасыңдар да. Өздерін тапсырғанда всегда төмен болады ғой. Сендер или білмей, даже бар, кейбір оқушылар бар, білсе де жаңағыдай сасып қала ма, қобалжып кете ма, сол үшін ана онлайн тапсыр деген дұрыс та, даже бүйтіп бұны белгілеп жатқан кезде қате кетіп қалуы мүмкін ғой. Кеше даже менің өзім бұны белгілеп, келесін сұраққа өтейін деп жатқанда астында С басылып кеткен мысалы. Сөйтіп екеуім бірдей басылып кетіп, сол кезде мен байқамай келесі сұрақ деп ауыстырып жіберетін болсам, артқа қайтып, негізі полный бір қарап шығуларың керексің, когда ол уже тесттің бәрін біткен соң.